Абай Құнанбаев қазақ халқының ұлы ақыны және ойшылы. 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы өмірден өтті. Абай 1860 жылы 15 жасында әкесінің құдаласуымен ділдаға қосылады. Ділда Жүсіпқызының төркіні Айбике Шаншар елінің ақсүйегі Алшынбай Тіленшіұлының ұрпағы еді. Әкесі Ақшоқыдан жер бөліп беріп, онда Абай 8 бөлмелі қыстау салдырады. Ділдадан Ақылбай, Әкімбай, Әбдірахман, Мағауия, Күлбадан Райхан туған. Екінші әйелі Әйгерім, шын есімі Шүкіман, әнін естіп ұнатып алған. Абай Әйгерімге 1875 жылы үйленген. Әйгерімнен Тұрағұл, Микаел, Искаил кенже туған. Абайдың 10 баласы болған. Үшінші әйелі Еркежаннан баласы болмаған. Ақылбай Абайұлы 1861-1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Ділдадан туған Абайдың тұңғыш баласы. Ол Құнанбайдың кіші әйелі Нұрғанымның қолында өседі. 10 жасқа толған кезінде Ақылбайды Ғабитхан деген татар молдаға оқуға береді. Онда 4-5 жыл оқиды. Ақылбай талантты домбырашы болады. Ән айтуды, өлең шығаруды машық етеді. Ол жастық, махаббат тақырыбына көптеген өлеңдер жазған. Ақылбай 1904 жылы Семей қаласында қайтыс болады. Оның бейіті бұрынғы Семей облысы Абай ауданы өз қыстауы Тышқан бұлағының басында. Күлбадан Абай қызы 1862-1932 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың бәйбішесі Ділдадан туған қызы. Оны Абай жас кезінде Семей орыс мектебінде оқытқан. 1932 жылы қайтыс болған. Әкімбай Абайұлы 1866 жылы дүниеге келген. Абайдың Ділдадан туған баласы. 1873 жылы 7 жасында қайтыс болған. Әбдірахман Өскенбаев 1869-1895 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың Ділдадан туған баласы. Абай Әбдірахманды Семей қаласындағы уездік мектепке береді. Әбдірахман 1892 жылы Ташкенттегі бекініс гарнизонының артиллериясына қызметке жіберіледі. 1892 жылы елге демалысқа келгенде Мағрипаға үйленеді. Мағыштан Рахила деген қыз туады. Абайдың зор үміт артқан баласы 1895 жылы 15 қарашада Ташкентте қайтыс болады да сүйегі елге әкелініп Ақшоқыға жерленеді. Мағауия Абайұлы 1870-1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың Ділдадан туған кенже ұлы. Ол 9 жасынан бастап 4 жылдай Мұхаммед Кәрім деген татар молдасынан хат таниды. Мұнан кейін Мағауияны Абай Семей қаласындағы орыс мектебіне оқуға береді. Мағауия орыс мектебінде 2,5 жылдай оқып, науқасқа шалдыққан соң дәрігердің кеңесі бойынша оқуын тоқтатып ауылға қайтады. 1885 жылдан бастап Мағауия әкесінің тәрбиесінде болады. Ол үнемі Абайдың өсиет насихатына зер салып тыңдап, өз бетімен оқып білімін көтереді. Мағауия 1904 жылы 12 мамырда қайтыс болады. Зираты Ақшоқы қыстауында орналасқан. Райхан Абай қызы 1871 жылы дүниеге келген. Абайдың бәйбішесі Ділдадан туған қызы. Найман еліндегі Серікбай байдың ұлы Құдайбергенге тұрмысқа шыққан. 1896 жылы қайтыс болған. Тұрағұл Абайұлы 1876-1934 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың екінші әйелі Әйгерімнен туған баласы. Ол жас жағынан әкесі Абайдың қолында болып, тәлім тәрбиесін көп көріп өседі. Тұрағұл 1904-1909 жылдары немере ағасы Кәкітай Ысқақұлымен бірге Абайдың әдеби мұрасын жедел жинап, баспаға әзірлеп, Абай өлеңдерінің алғашқы жинағын 1909 жылы Санкт-Петербургте шығартты. Ол 1917-20 жылдары Семейдегі алаш қозғалысына белсене араласып, әртүрлі жауапты қызметтер атқарды. 1927-28 жылдары Тұрағұл екінші мәрте тұтқынға алынады. Түрмеден шыққан соң конфискеленіп, Шымкентке жер аударылады. Сол жақта 1934 жылы 6 наурыз күні қызы Мәкеннің қолында 59 жасында қайтыс болады. Сүйегі Шымкенттегі Қорғасын заводының астында қалады. Микаел Абайұлы 1804-1931 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың Әйгерімнен туған баласы. Арабша, орысша сауатты болған. Абай өлеңдерін түгелде жатқа білген. Домбыра тартып, ән салып, әкесі жайлы білгендерін ел ішінде әңгіме етіп халыққа таратқан. Ағасы Тұрағұл ауылымен бірге Ақшоқы маңайын, Тышқан деген жерді мекендеген. 1931 жылы бай баласы ретінде ұсталған. Оның Құзайыр, Әлішер деген балалары Ұлы Отан соғысына қатысып,
қаза тапты. Эскаил Зекеш Абайұлы 1845-1929 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың әйгерімнен туған баласы. Домбыра мен скрипка тартып, ән салған өнер болған. Арабша оқып білім алған. 1917 жылы Ойқұдықта Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесасында абыздың рөлін ойнады. Кенже Абай қызы 1901-1932 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың әйгерімнен туған кенже қызы. Алты бақан, ойын-сауық кештерінде Абай әндерін орындап, оны халық арасына таратуға көп үлес қосқан. Кенже 1914 жылы Мұсабайдың інісі Әубәкірге ұзатылады. Әубәкір қайтыс болғаннан кейін Ғабитхан молданың шөбересі Сәлімғазыға тұрмысқа шығады. Кейін тұрмыстары нашарлап, 1932 жылы Тұрағұлдың қолына көшіп келіп, сонда қайтыс болады. Абай балаларынан тараған ұрпақтары. Ақылбай Абайұлының балалары. Әлімқұл Ақылбайұлы 1879-1914 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі. Әлімқұлдан Шәбеп, Бахфур, Забиля, Қауаш туады. Әлімқұлдың балалары атасының дүние мүліктері мен фотосуреттерін Абай мұражайына тапсырған. Әубәкір Ақылбайұлы 1881-1934 жылдар аралығында өмір сүрген. Ақын, әнші, композитор. Абайдың немересі әрі шәкірті. Абайдың інісі Оспанның қолында тәрбиеленген. Немересінің ақындыққа бой ұрғанын байқаған Абай Әубәкірді ерекше жақсы көріп бағыт-бағдар, ақыл кеңесін беріп отырған. Абайдың тапсырмасымен әзіл, мысқыл, әжуа, сықақ өлеңдер шығарып, 19 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетіндегі сатираға өзіндік үлес қосқан. 1928-29 жылдары конфискация кезінде Әубәкір құдалауға ұшырап, түрмеге қамалады. Шымкент жаққа жер аударылады. Сол жақта 1934 жылы қайтыс болады. Сағадат Ақылбайқызы 1884 жылы дүниеге келген. Абайдың немересі. Жастай 1908 жылы қайтыс болған. Бәкизат Ақылбайқызы 1805-1924 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі. Ақынның баласы, Ақылбайдың қызы. Ағасы Әубәкір екеуі Оспанның бауырында, Еркежанның қолында тәрбиеленген. Оспан өлген соң Абай Еркежанға үйленеді де, Бәкизат Абайдың да тәрбиесін алады. Бәкизат 1902 жылы Шаған болысының адамы Сыпадай Молдабайұлына ұзатылған. Өзіне жасау ретінде берілген Абай үйінің Ұлжан, Еркежанның біраз дүние мүлкі қызы Бәзелаға мұраға қалып, оларды 1948 жылы Абайдың Жидебайдағы музей үйіне табыс еткен. Исраил Ақылбайұлы 1895-1959 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі, педагог, күйші. Ол домбырада ойнап ән салған. Талай рет көркем өнерпаздар байқауының жүлдегері атанған. Исраил Жидебайдағы Абай музейінде қызмет істеп, онда домбыра оркестрін құрып, көптеген шәкірттер тәрбиелеген. Ол бізге Абайдың Май түні деген күйін жеткізді. 1940 жылы Жаңа ауыл газетінде Абай және ән күй деген мақаласы жарияланды. Исраилдың фотосуреттері, грамоталары музей қорында сақталған. Рухия Ақылбайқызы 1897-1920 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі. Әлімқұл Ақылбайұлының балалары. Шәбеп Әлімқұлұлы 1903-1959 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Ақылбайдың немересі. Шыңғыс болысының 10 ауылында соттың көмекші хатшысы, Абайдың Жидебайдағы мұражайының меңгерушісі болып қызмет атқарған. Зәбила Әлімқұлқызы 1907-1984 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың Ақылбайдан өрбіткен шөбересі. Абай ұрпақтары қудалауға ұшыраған жылдары ағасы Бахфур екеуі Алматы облысының Жамбыл ауданының Мыңбаев селосына қоныс аударған. Зәбила сонда қайтыс болған. Қауаш Әлімқұлқызы 1910-1980 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Ақылбайдың Әлімқұлының қызы. Ертекші Баймағамбеттің баласы Салықтың мұқлесіне тұрмысқа шыққан. Ол Абайдың, Ақылбайдың, Шәкәрімнің өлеңдерін жатқа білген. Қауаш апаның балалары Эдуард, Теля, Роза, Ләйла Астана қаласында тұрады. Бахфур Әлімқұлұлы 1910-1981 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі. Әубәкір Ақылбайұлының балалары. Әлихан Әубәкірұлы 1918 жылы дүниеге келген. Қайтыс болған жылы белгісіз. Абайдың шөбересі. Отан соғысына қатысып, хабарсыз кеткен. Қапсалам Әубәкірұлы 1918-1943 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі. Ұлы Отан соғысында қаза тапқан. Исраил Ақылбайұлының балалары.
Исраилдың кіндігінен тараған 6 бала болған. Оның Күләш, Майра деген 2 қызы, Сарыжан деген ұлы кішкентай кезінде шетінеп кеткен. Күлзипа, Назипа, Кәсира атты қыздары қалған. Назипа Исраил қызы 1922-1996 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Ақылбайдың немересі. Назипа Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында тұрған. Жоғарғы білімді ұстаз. Абай және оның айналасындағылар ақынның туған туыстары жөнінде әке-шешесінен естігендерін жазып Абай мұражайының қорына тапсырған. Күлзипа Исраил қызы 1925-2014 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, педагог, ақын, Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында тұрған. 2014 жылы 6 шілдеде қайтыс болады. Кәсира Исраил қызы 1944 жылы туған. Исраилдың кенже қызы Кәсира апалары сияқты балалық шағын Абайдың қыстауы Жидебайда өткізген. 10 жылдықты қарауылдан тәмамдап арман қуып, Алматы қыздар педагогикалық институтына қазақ тілі мен әдебиеті факультетіне оқуға түседі. Институтты ойдағыдай бітірген Кәсира геолог Аманжол есімді азаматқа тұрмысқа шығады. Қазір апамыз құрметті демалыста, Алматыда тұрады. Эрнест Бахфурұлы Ақылбаев 1935-1983 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Абайдың баласы Ақылбайдан Әлімқұл, Әлімқұлдан Бахфур, Бахфурдан Эрнест туған. Алматыда тұрған. Бауэр Бахфурұлы Ақылбаев 1937-1979 өмір сүрген жылдары ғана белгілі. Айдар Бахфурұлы 1949 жылы туған. Абайдың шөбересі, Абайдың баласы Ақылбайдан Әлімқұл, Әлімқұлдан Бахфур, Бахфурдан Айдар туған. Алматыда политехникалық институтты бітірген соң Айдар жолдамамен Ақтауға қызметке барады. Сол жақта жары Светлананың кездестіріп шаңырақ көтереді. Жалғыз ұлы Данияр 1971 жылы дүниеге келген. Алматыда тұрады. Эрнест Бахфурұлының баласы Айдос Ақылбаев 1967 жылы туған. Абайдың шөпшегі. Айдостың бірінші некеден бір қызы бар. Қазір Алматыда тұрады. Қазіргі жұбайы қазақ, ұрпақ жоқ. Айдар Бахфурұлының баласы. Айдардың баласы Данияр Ақылбаев 1971 жылы туған. Абайдың шөпшегі, 5-ші ұрпағы. Данияр мұхиттану ғылымы қазақ үшін сирек кәсіп десек те, осы мамандықты таңдаған. Ленинград институты мұхиттану факультетін мұхиттану мамандығы бойынша тәмамдайды. Наталья атты орыс қызымен көңіл жарастырған. Қазір Даниярдың Дана, Камила, Меруерт атты балалары бар. Алматыда тұрады. Әбдірахман Абай ұлының балалары. Рахила Әбдірахман қызы 1894-1924 жылдар аралығында өмір сүрген Абайдың немересі. Бәстәми Мұсабайұлына тұрмысқа шыққан. Әке-шешесі қайтыс болған кезде ол әжесі Ділдә мен Мағауияның бәйбішесі Дәмегүлдің тәрбиесінде өседі. Тұрмысқа шыққан соң ол ақын атасының өлеңдері жазылған қолжазба дәптерді өзімен бірге ала кеткен. Рахила Абай әндерін ел арасына таратуға елеулі үлес қосқан. Мағауия Абайұлының балалары. Уәсила Мағауия қызы 1890-1954 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың өз қолында өскен немересі. Уәсила жастайынан алғыр болып, Абай өлеңдерін бір естігеннен кейін қайталауды қажет етпей жатқа айтқан. Абай Уәсиланың осы қасиетін қатты ұнатып, қолжазбаларының бірін сыйлаған. Ол қолжазба кейіннен Мұхтар Әуезовке табыс етілген. Ол Алматыдағы опера және балет театрында ұзақ жылдар бойы тігінші болып, Абай қойылымдарының ұлттық киім үлгілерін тігіп, театр өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Абайдың мінез машықтары туралы Уәсиланың естеліктері мұражай қорында сақтаулы. Құтайба Мағауияұлы 1895-1919 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі, Ақшоқыдағы зиратқа жерленген. Жағыпар Мағауияұлы 1898-1934 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі, Мағауияның Дәмегөй деген бәйбішесінен туған. Ол Ғабитхан молданың ізбасары Махмұд молдадан сауат ашып білім алады. Семейде мұғалімдер даярлайтын курсты бітіріп, мектеп-интернат ашып қазақ балаларын оқытты. Жағыпар 1934 жылы қайтыс болды. 1974 жылы Жағыпардың сүйегі Уба Порфостан алынып, Ақшоқыға жерленген. Кәмила Мағауия қызы 1900-1932 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі. Кәмила молдадан ескіше сауат ашқан. Шыныбай дегенге тұрмысқа шығып, көп кешікпей ажырасады. Ағасы Жағыпар Мағауияұлының қолында тұрған кезінде Мұхтар Әуезовке тұрмысқа шығады. Мұхтар Әуезовтен Зере, Мағрипа деген балалары болған, бірақ жастайынан қайтыс болған. Конфескелеу зұлматы кезінде ерлі-зайыптылар ажырасуға мәжбүр болады.
Кәмилә Убов Порфос деген жерде ағасы Жағыпардың қолында қайтыс болған. Сүйегі Шульба сесінің астында қалатын болғандықтан 1974 жылы қазып алынып, Ақшоқыдағы Құнанбай әулетінің зиратына қойылды. Құтайба Мағауияұлының баласы. Берекехан Құтайбаұлы 1919-1942 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Мағауияның немересі, Семейде 7 класты орысша оқып бітірген. Шығыс Қазақстан облысы Новошульба ауданында Уба Форфост ауылдық кеңесінің әскери қатарына алынып, Ұлы Отан соғысына қатысқан. Жағыпар Мағауияұлының балалары. Рәпиля Жағыпарқызы 1919-1938 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Мағауияның немересі, 1936 жылы Алматыдағы педагогикалық училищені бітірген. Ишағы Жағыпарқызы 1922-2014 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Мағауияның Жағыпарынан туған. Әкесі қайтыс болған соң 1934 жылы Семей қаласындағы мектеп-интернатта тәрбие алады. Ұлы Отан соғысы жылдарында авиация технигі болып, Харбин маңында майданға қатысты. Ишағының Абай әулеті жайындағы естелік әңгімелері Абай музейінде сақтаулы. Жошыхан Жағыпарұлы Мағауин 1924-1943 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Абайдың баласы, Мағауияның немересі. Жошыхан 1934 жылы әкесі қайтыс болғаннан кейін апасы Ишағы, қарындасы Ғазел үшеуі Алматыдағы балалар үйінде тәрбиеленеді. Ол осындағы номер 12 мектеп-интернатты бітіріп, 1942 жылы майданға кеткен. 1943 жылдың тамыз айында Харьковты азат ету үшін болған шайқаста ерлікпен қаза тапты. Оның майданнан жазған хаттары Абай музейінде сақтаулы. Ғазел Жағыпарқызы 1927-2011 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Мағауияның баласы Жағыпардан туған. Абай мұрасын зерттеушілерге көптеген мағлұматтар берген. Ләйла Жағыпарқызы 1930-1932 жылдары өмір сүрген. Абайдың шөбересі, Мағауияның немересі. Сүйегі Шығыс Қазақстан облысы Новошульба ауданы Уба Форфост ауылында жерленген. Тұрағұл Абайұлының балалары. Ақлия Тұрағұлқызы, Тұрағұлдың қызы, 1901-1990 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың өз қолында өскен немересі. Абайдың өсиеті бойынша Ақлия бойжеткен соң Оразбайдың Медеу деген баласынан туған Санияз есімді немересіне тұрмысқа шыққан. Жастардың 1917 жылы шілденің 7 күні Ойқұдықта өткен некелесу тойында Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесасы қойылды. Ақлия Алматыдағы Қазақстан Республикасының опера және балет театрында ұзақ жылдар бойы апалы-сіңілі Уәсила екеуі Абай ауылы, Абай заманы тобықты елі киім үлгілерін тігетін бірден-бір шебер болды. Ақлияның естеліктері Абай музейінде сақтаулы. Жәбірәйіл Тұрағұлұлы 1903-1930 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі. Жәбірәйілден Алпаш туады. Домбыра тартып, ән салған. Ол Семей және Түмен қалаларында орыс мектебінде оқып, орысша, қазақша сауатты болған. 1917 жылы Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесасы бірінші рет қойылғанда Жәбірәйілі Жапал болып ойнаған. Абайдың «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын» деген әнін домбырамен айтып, ел арасына танытқан. Қалиман Тұрағұлқызы 1904-1989 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі. Ахмет Әуезовке тұрмысқа шыққан. Абайдың 125 жылдық мерейтойына арнайы шақырылып, сонда сөйлеген сөздері, естеліктері магнитофон таспаларына жазылып алынған. Абай музейінде сақтаулы. Зүбәйір Тұрағұл, Абайдың немересі, 1907-1933 жылдар аралығында өмір сүрген. 1928 жылы бай феодалдың тұқымы, әкесі Алашордаға қатысы бар деген айып тағылып, әулетімен бірге жер аударылған. Ол 4-5 жылдай Қырғыз елінде, Мерке маңында, Шымкент, Ташкентте тұрған. 1933 жылы күзде Бішкекте қайтыс болған. Мәкен Тұрағұлқызы 1912-2000 жылдар аралығында өмір сүрген. Тұрағұлдың кенже қызы. Мәкен жастайынан өнерге жақын болған. Әкесі Тұрағұлдан ақын атасы туралы естелік әңгімелерді көп естіп, Абай әндерін үйренген. Абайдың немересі Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақ радиосында қызмет атқарған. Мәкеннің орындауындағы Абай әндерін 1930 жылы Ахмет Жұбанов нотаға түсірген. Өнер баспасынан 1986 жылы жарық көрген «Айттым сәлем қаламқас» жинағына Абайдың Мәкен орындап жаздырған 19 әні енді. Жәбірейіл Тұрағұлұлының баласы Алпаш Жәбірейіл 1922-1990 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың баласы Тұрағұлдың немересі. Өз әкесі Жәбірейіл
Абайдың інісі Оспанның атына жазылған. Ұлы Отан соғысына қатысып, мүгедек болып оралған. Алматы қаласында тұрып, 1990 жылы дүние салады. Микаил Абайұлының балалары. Құзайыр Микаилұлы 1912-1945 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі, шешесі Дәмежан. Құзайыр бай тұқымы ретінде жер аударылып, елден қуылған. Фрунзе қазіргі Бішкек қаласына барып паналап, қара жұмыс істеген. Сол жерден әскерге алынып 1945 жылы майданда қаза болған. Қалышер Микаилұлы, Абайдың немересі, шешесі Дәмежан. Қалышерге бай тұқымы деген айып тағылып жер аударылған. Фрунзе қаласына әскерге аттанып, Отан соғысында 1942 жылы қайтыс болған. Іскәйіл Абайұлының баласы, Тоқташ Іскәйілұлы 1924-1943 жылдар аралығында өмір сүрген. Абайдың немересі, ол домбырада, гармоньда ойнап, Абай әндерін айтқан. 1934 жылы маусымда бүкіл Қазақстан халық өнерпаздарының бірінші слетіне қатысқан. Тоқташ Отан соғысына қатысып, 1943 жылы қаза болған. Қазақ даласындағы ақыл-ойдың шамшырағы атанған Абайдың артында қалған ұрпақтары да осал емес. Олар әке ісін одан әрі жалғастырды, соның жолын ұстады. Патша тұсында да, кеңес үкіметі кезінде де ұлттың зиялыларын жаппай жазалау, бас еркін шектеу, атып, жер аудару саясаты мемлекеттік басты шараға айналды. Сондай ауырды қасіретті Абай ұрпақтары да көрді. Ұлы ақынның ұрпақтары патшалық, содан кейін кеңестік жазалау саясатының құрбаны болды. Қуғындау мен жер аударылудың нәтижесінде олар тағдырдың тәлкегінен сан саққа бытырап, әр жердегі балалар үйі мен жатақтарда өмір сүрген Абай шөберелері бірін-бірі жақын танымастан Ұлы Отан соғысына аттанады. Жыл өткен сайын ұлы ақынның ұрпағының қатары сиреді. Қазіргі таңда Абайдың екі әйелінен тараған 10 баласынан қалғаны 5-ші ұрпағы Айдар, одан Данияр, оның балалары Дана, Камила, Меруерт және Эрнесттің ұлы Айдос қана.